Назар салыңыздар, мықты елес аулаушы аңға шықты. Серік, қорыққаным сонша жүрегім тоқтап қала жаздады ғой. Ал сен көңілдісің. Кешір, достым, кешір. Саған не күлкілі ме? Бауыр, мына сұлу жігітті аулауға шығып бедің? Серік! Абайла, ол өте қауіпті. Оны қайдан алдың? Ол тіпті де қорқынышты емес. Ол сүйкімді, жай басы ғана айнала береді. Тағы оның көзін қараш, киборгтың көзіндей жанады. Ой, жоқ, Серік. Екеуміз басқа жаққа кетіп қалсақ қайтеді? Мынаның қасында тұра алмаймын. Бауыр, сен елес аулаушы емессің бе? Қайта сен мені құтқаруың керек. Ой, міне қара, елес ашуланып жатыр. Қазір. Елес аулаушы сені құтқарады. Бах. Жоқ бол, қорқынышты сымпайы. Досым Серікке тиісуші болма. Балалар, ал сендер қызықты өткізіп алмау үшін каналымызға жазыла отырыңдар. Серік, ол жеңілер емес. Қараш, айғайлап басын айналдыра береді. Менде елеске қарсы тағы бір супер тәсіл бар. Қазір оны мына жерден үрлеп ұшырып жібереміз. Фен? Мынау қарапайым фен ғой. Бұл елестерді үрлеуші супер қару. О, Бауыр, сен мықты екенсің. Балалар, көрдіңдер ме? Бауыр елесті жеңді. Сені мақтан тұтам, достым. Әрине мақтан тұт, бірақ сыйлық сыйлағаның жақсы болады. Оған лайық шығар. Келісем, әрине лайықсың. Мінекей сыйлығың. О, Серік, антистресс. Бізге қазір керегі де осы. Тезірек аш, қане. Антистрессті жақсылап ұрап тастаған екен. Ол ұзаққа дейін жұмсақ қалпында сақталу үшін жасалған. Дұрыс айтасың. Ештеңе етпейді, қазір біз оны ашамыз. Көрдің бе? Ол екеу екен. Керемет, саған біреу, маған біреу. Ендеше таңдау керек. Қане, ал оны қалай жасаймыз? Маған екеуі де ұнайды. Ол оңай. Оларды қолыма алып араластырам. Енді қай қолымда екенін айт. Оң қолыңда? Міне саған кит, алмаған 8 аяқ. Сондай керемет антистресстер. Балалар, Бауыр антистрессті мұжғылап жатқанда каналымызға жазылыңдар. Ой,